Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге жаңа жылдық дастарханға өте керемет үйлесетін оңай чак-чак дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші жұмыртқамызға тұз және де ас соданы салып біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң ұнымызды елеп үстіне басында венчикпен, одан соң қолымызбен араластырып қамыр илейміз. Сосын қамырымыздың бетін пищевой пакетпен жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Сосын мен бұл қамырды екі бөлікке бөлдім. Одан соң біздің қамырды осылай оқтаумен жұқалап жайып шығамыз. Кейін осындай шамамен 5 сантиметрлік етіп, қамырымызды кесіп шығамыз. Сосын оны бір-біріне осылай қабаттап қойып, пышақпен жұқалап, жіңішкелеп кесіп шығамыз. Егер сізге менің каналымдағы рецепттер ұнап жатса, каналға кіріп, тіркеле кетіңіз. Біздің чак-чак осындай болып шығады. Одан соң начинкасына күнжітті осылай қуырып аламыз. Бұл жерде енді өз қалауыңызға байланысты болады, бірақ күнжітті қоссаңыз өте керемет әрі ерекше болып шығады. Сосын қатты қызып тұрған майымызға біздің жаңа қамырды салып, одан кейін оны осындай золотистой етіп пісіріп аламыз. Сосын біз сиропты дайындаймыз. Ол үшін салқын суға қант және де медті саламыз. Сосын оны отқа қоямыз да қанты ерігенше қатты қайнатамыз. Одан соң қайнаған соң оны 5 минутқа жайлатамыз да тағы да қайнатамыз. Одан соң чак-чагымыздың үстіне бағанағы қуырылған күнжітті, сосын сиропты салып, біркелкі болғанша барлығын араластырып шығамыз. Сосын біздің чак-чакты өзіңіз қалауыңыз бойынша формаға салып, одан соң үстін пищевой пакетпен басамыз да, жақсылап қолымызбен нығыздап басып шығамыз. Сосын оны тоңазытқышта 2-3 сағат қатырамыз. Сонымен біздің чак-чак дайын болды. Өте дәмді әрі тәтті, нәзік болып шығады. Ас болсын.